топтарымызға барып бірігіп отырамыз. Келесі сұрақ. Ең кіші екі таңбалы сан. Ең кішкентай сан 10 саны. Ең кіші екі таңбалы кіші сан деп толық жауап береміз. Тағы да келесі сұрақ. 45 санында неше орындық, неше бірлік бар? Жауап береміз. Орындық 5 бірлік. Жақсы. 4 орындық, 5 бірлік бар. Жақсы. Келесі сұрақ. Салыстыру белгілерін ойлап тапқан кім? Математика. Ағылшын. Кім? Томас Гаррио. Қайталап жүрші, анықтап. Кім? Математика. Ағылшын. Математика. Ағылшын. Томас Гаррио. Томас Гаррио. Дұрыс жауап. Жақсы. Келесі сұрақ. Есеп неше бөліктен тұрады? Есеп 3 бөліктен тұрады. Ал айта ғой. Есептің шарты, есептің сұрағы, есептің шешуі, есептің жауабы. Нешеу айтты? 4. Ал бірақ ол не деді? 3-еуде. Бірақ сұраққа дұрыс жауап берді. Ойланып айтамыз. Жақсы. Бірінші топтан дұрыс жауап берді ма? Так, екінші топты бағалаймыз. Дұрыс жауап берді ма? Екінші топ көтереміз. Жоғары көтереміз. Екінші топ. Жақсы, Айша. Так, үшінші топ. Үшінші топ қалай болды? Мән береміз қателігіне, қалай бағалаймыз онда? Кәні. Жақсы. Не үшін? Екі саусақ көтеріп отырсыңдар. Өйткені сабағымыздың тақырыбын ашып алайық. Жаңа сабағымыз тақырыбын мен сендерге қазір мына жерге кесілген кесте әріптен тастаймын. Осы жерде қандай сөздер шығады, соны бәрін мына жерге құрастырып шығыңдар. Көп жүрді ортаға құрастырамыз. Болған топтар белгі береміз. Жақсы. Өте жақсы. Кән жылдамдатамыз. Кән. Бір-бірімізді топты тыңдаймыз. Өте тамаша, керемет. Жақсы. Олай болса, 4 топтан 4 түрлі сөз шықты. Онда сөздерді біз біріктірейік. Қандай сөйлем шықты екен? Кетті. Сөздіктерді қосу және азайту. Жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айтайықшы кән. Сөздіктерді қосу және азайту. Керемет балдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын аштық. Олай болса, ары қарай. Енді барлығымыз мұқият тақтаға қараймыз. Қазір біз видео көреміз. Ол жерде мен сұрақтар беремін. Сұрақтарға жауап беру үшін мұқият тыңдаймыз. Онда шашылар берілген. Шашылардың саны 10. Яғни 10 шашы. Қараймыз балдар мұқият. Осы шашыларды біріктірсек, бір ондық шығады. Демек, 10 бірлігіміз бір ондыққа тең. Ал енді осы ондықтарды біріктіріп көрейік. Мұнда 10 ондық берілген. Осы 10 ондықты біріктірсек, бір жүздік шығады. Демек, балалар, 10 ондық бір жүздікке тең. Ондықтардың көмегімен 100 санның моделін құрастырып көрейік. Біз өткен сабақтарда сандардың моделін құрастыруды үйренгенбіз. Сандардың моделін әртүрлі пішіндермен, геометриялық фигуралармен құрастыруға болады. Мысалы, мұнда бір түйме берілген. Ол 1
бірлікті білдіреді. Ал мұнда 10 бірлік, яғни 10 түйме берілген, бұл бір ондықты білдіреді. Ал осы ондықтарды біріктірсек, ондықтардың 10 ондықты біріктірсек, бір жүздік шығады. Ал осы жүздіктердің 10-ын біріктірсек, бір мыңдық шығады. Жақсы балдар. Бәрі мұқият маған қараңдар. Ал сендердің естеріңде не қалды екен, мен тексеріп көрейін. 10 бірлік нешеге тең? 10 бірлік нешеге тең? 10 ондық нешеге тең? 10 жүздік нешеге тең? Өте тамаша. Қолымызды орнымызға қоямыз. 80-ші бетті ашыңдар. Барлығымыз 80-ші бетті мұқият ашамыз. Оқулықты алдымызға қоямыз. Жақсы. Дайын болсаңдар барлығын мұқият оқулыққа қаламсақты орнына қойып қоямыз. Өте жақсы. Ал енді тыңдаңдар. Балдар, мен қазір сендей санаудың жаңа бірлігі жүздің қалай құрылғанын білесің. Жүздіктер мен санауды, жүздіктерді жазуды, салыстыруды, қосуды, азайтуды үйренесің. Енді біз осы бірінші тапсырмаға мұқият қарайық. Бірінші тапсырма. Қалып қойған сандарды ата деймін. Ал енді олай болса, біз бірінші топ бірліктер, екінші топ ондықтар, үшінші топ жүздіктер, мыңдықтар, төрт топқа. Ал енді мен осыны әр топқа бөліп бергім келіп тұр. Сондықтан бірінші бірліктерді бірінші топ айтады, ондықтарды екінші топ, жүздіктерді үшінші топ, мыңдықтарды төртінші топ айтады. Олай болса бастаймыз. Бірінші топтан бастаймыз, ары қарай әр топ өзі сөйлеп кетеді. Bir birlik birge teң. 2 birlik 2'ge teң. 3 birlik 3'ge teң. 4 birlik 4'ge teң. 5 birlik 5'ge teң. 6 birlik 6'ga teң. 7 birlik 7'ge teң. 8 birlik 8'ge teң. 9 birlik 9'ga teң. Жақсы, келесі топ. Ондықтар сөйлейміз. 10 бірлік. 1 ондық. 20 бірlik 2 ондық. 30 ондық 3 ондық. Тоқтату не дедің? 30 не болады? Көмектесіп береміз. 30 бірлік 3 ондық. 40 бірlik 4 ондық. 50 бірlik 5 ондық. 60 бірlik 6 ондық. 70 бірlik 7 ондық. 80 бірlik 8 ондық. 90 бірlik 9 ондық. 20 ондық 200'дік. 30 ондық 300'дік. 40 ондық 400'дік. 50 ондық 500'дік. 60 ондық 600'дік. 70 ондық 700'дік. 80 ондық 800'дік. 90 ондық 900'дік. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі топ, мыңдықта топ сөйлейміз. 100'дік мың. 20 жүздік 2 мың. 30 жүздік 3 мың. 40 жүздік 4 мың. 50 жүздік 5 мың. Жақсы. 6 жүздік 6 мың. 70 жүздік 7 мың. 80 жүздік 8 мың. 90 жүздік 9 мың. Бағалайықшы кән, бағдаршамменен. Бағдаршаммен қай түспен бағалаймыз? Бірінші топтың сұраққа қалай жауап берді? Кән? Өте жақсы. Анихан? Өте тамаша. Жақсы, түсіреміз. Екінші топта байқадыңдар ма бір нәрсе? Не байқадық? Мұқият тыңдадыңдар ма? Ал енді бағалаңдар. Екінші топты бағалаңдар кән, көрейін. Екінші топта. Жақсы. Так, бізде бәрі сары болып тұр енді бір жасыл. Жасылды не үшін көтердің? Жауаптары ғой. Тұра ғой орнынан. Өзің ойыңды айта бер, айта бер. Еш қорықпа, ойыңды айта бер. Өйткені дұрыс айтты. Дұрыс айтты, бірақ Қате емес. Қатесі. сәл шатасты. Жақсы, бірақ соның бәріміз байқап көріппіз, балдар. Кім ғана кішкене сәл жоғары бағалады, ол өте тамаша. Ол ары қарай оқиды, біледі дегенді бізде өте керемет. Тамаша, сәл арасында араластырып тұрсақ та деген өте тамаша. Рахмет, Бағдәулет.
Жақсы, сендер де өте жақсы дұрыс бағаладыңдар. Мен өзім араластырып беремін жұмыста. Қай топқа не түсерін мен де білмеймін. Қаламсақтарымызды дайындап қоймыз. Енді бұл тапсырманы мен ортаға тастаймын. Әр оқушы жұмысты бір-біріне беріп, айналдыра отырып орындасына. Ең соңында келіп бір оқушы тоқтайды, сол оқушы кеселеді. Түсінікті ғой, ойынның қалай орындайтынымызды. Баста бір-біріне бере беріңдер орындасын. Бір-бірімізге айналдырып бере береміз, айналдырып бере береміз. Ручкаменен жаза береміз жауабын. Сендер салыстырасыңдар. Кейбір жерде ручкамен жазылған. Өте тамаша. Жаза бер, қаламсаппен теңнің қасына жаза бер. Ештеңке қылмайды, жаза бер. Болған топтан белгі береміз. Өте жақсы. Болған топтар белгі берсін. Аспа орындайды. Бірінші топ дайын, екінші топ дайын. Өте жақсы. Мұқият жұмыстарымызды тексеріп шықтыңдар деп ойлаймын. Не болды? Енді бүйтеміз. Әрқайсымыздың жұмысымыз әртүрлі. Сондықтан қасы беттеп отырған топтар ғана бір-біріміздің жұмысымызды тексереміз. Топтар жұмыстарын ауысыңдар. Бірінші топ 4-пен ауысады, 4 бірінші топпен ауысады. Екінші топ 3-пен ауысады, 3 1-менен ауысады. Енді жұмыстарын тексеріңдер, қате бар ма, жоқ па. Жұмыстарын мұқият, барлығымыз бірге отырып, ақылдаса отырып жұмыстарын тексереміз. Қарап көмек. Жақсы, 4 топтар дайын. Ал олай болса, бірінші топтан бастайық. Бірінші топ, 4-ші топтың жұмысын. Айтып кетіңдер. Тоқта. Бағалайықшы. Бірінші бағалап кетейік, содан кейін барма қате жоқ бағаларына қарап көреміз. Бірінші топ 4-ті бағалаймыз. Жақсы. Ал енді, аяғы сөйлеш берші. Қате бар ма жұмыстан? Нұрбейбі. Нақатен сен жөнделдің ба? Кім жөнделді? Өздері жөнделген ба? 100 бөлік, 50. Сан ондық. Нақатен? 10 ондық. 100-дік пен 10 ондық. Мына топта бір қате бар екен. Мына 4-тікі. Енді сендер мына топты бағалаңдар жұмысын. Жұмысын мұқият көрдік ба? Бірінші бағалаңдар, соң кейін тапсырмаларымды көремін. Кәні? Жақсы, көпті көтеріп отыр. 300. Өте тамаша. Қателер жоқ, өте тамаша. Жақсы, сөйлер. Өте керемет. Үшінші топтың жұмысын бағалап жіберейік. Жақсы, ал енді жұмыстарымызды көріп жіберейін. Балдар, 900-дік 1 ондық нешеге тең? 900-дік 1 ондық. 900-дік 1 ондық. Қанша? Өте тамаша, 9 ондық. Мына топтар не жерде байқамай қалыпты, 901 деп жазып жіберіпті. 900-дік міне. 900-дік 1 ондық 901 депті. Сонымен жауабы қанша болу керек? 910 болу керек. Бір қате кетіпті. Үшінші топтан бір қате кетіпті. Бұлар жасылды көтеріп отыр. Мұқият қараймыз. Болды, түсір. Жоқ, сендер бағаламайсыздар. Тек қарсы топтар ғана. Енді біз екінші топты бағалайық. Екінші топтың жұмысын бағалаңдар, кәні көрейік. Жұмысын бағалаңдар. Жақсы, түсіріңдер. Енді көріп білейін. Қалай жазып.
Koyacaksın. 10 santimetre. Так, dürüz. Жақсы, өте тамаша. Бірде-бір қате жоқ екен. Жақсы. Біз ойлануымыз керек. Енді бүйтеміз. Біз қазір 4 топтан мен 4 оқушыны шығарамын. Оның кейбіреуін осы жерде мамалары отыр, сол оқушылар шығару мүмкін, кейбіреулері өз еркімен шығуы мүмкін. Сондықтан 4 топқа мына жерде 4 конверттермен тағы араластырып қоямын. Келіп таңдап осы жерден аласыңдар. Ішіндегі жұмысты оқимыз. Так, мына топтан Қанатбек Айша шыға ғой. Мына жерде бір конверт таңдаймыз. Топ-топтарына ретмендіп, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бізде қазір шатасып кетпейік. Бірінші топта кім? Бірінші топта сен бірінші тұра ғой. Екінші топ, үшінші топ тұр. Үшінші топқа сен төртсің ғой, сен үшсің, правильно. Жақсы. Енді конверттерімді ашыңдар. Мұқият ішіндегісін оқимыз. Сөйтемізді, мына жерде 4 кесттер тұр, мына жерде. Әрқайсың өзінің топ-тобымен бөлініп, бірінші дауыстап оқыңдар. Біз білейік. Қаттырып оқайшы. Бірінші класстың 46 бірлігінен тұратын санды жаз. Екінші бірлігінен бірінші разрядтың 0 бірлігінен тұратын санды жаз. Жақсы. Бірінші класстың 546 бірлігінен тұратын санды жаз. Өте жақсы. Үшінші неге жаз? Қаттырып айт. Екінші разрядтың 3 бірлігінен және бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын сандарды жаз. Жақсы, жаз. Жаз болғандарың дайын тұрыңдар, сөйлейсіңдер. Қазір сөйлеуге дайын тұрыңдар. Сөйлеуге дайын тұрыңдар. Сәл үлкендірек қып, клетканы толтырып. Сенікі Абдуғаппар мама? Мама? Қайсы сенікі? Осы ма? Оқаның? Оқы. Екінші разряд қайдан басталады? Екінші разряд. Екінші разрядтың 3 бірлігі, бірінші разрядтың 5 бірлігі. Ондықтан басталады. Екінші разрядтың 3 бірлігі. Жақсы, конвертіңді бер. Мен соған қарап. Тұра ғой, орнына тұра ғой. Жақсы. Енді мұқият тыңдаймыз. Так, мен де қағаздарыңа. Так, бірінші класстың 46 бірлігінен тұратын санды жаз дейді. Ал енді оқы. Оқы, сөйле. 46 санында 4 ондық 6 бірлік бар. Так, бірінші топ дұрыс жауап беріп тұр. Так, екінші топтікі. Үшінші разрядтың 7 бірлігінен, екінші разрядтың 2 бірлігінен, бірінші разрядтың 0 бірлігінен тұратын санбалдар дұрыс па? Дұрыс па? Біз қай класстарды өттік? Бірінші класс. Бұл қай классқа жазды? Екінші классқа жазды. Дұрыс па? Екінші топтікі қате бұл. Үшінші топтікі сөйлейік тексеріп. Бірінші класстың 546 бірлігінен. Так, сөйле. 546 санында 5 жүздік, 4 ондық, 6 бірлік бар. Өте жақсы, дұрыс. Так, сен қағазың кән? Разрядтың 3 бірлігінен, бірінші разрядтың 5 бірлігінен. Екінші разряд? Қай сандар? Екінші разряд. Екінші разряд. Екінші разряд. Ондықтар. Бірінші разряд. Бірліктер. Бізге екінші разрядтың қанша бірлігі? 3 бірлігі. Дұрыс па? Жоқ. Бірінші разрядтың 5 бірлігі. Дұрыс па? Жоқ. Жоқ санды қақтан алыңыз. Ойынмен жазып қарасын ба?
Sonda bizde qay to'plarning qanday bo'ldi esinglar? 2 мен 4. Екінші топпен төртінші топқа қате болды. Жақсы, рахмет, отыра қойыңдар. Ал енді бағалауда бірінші топты бағалайықшы. Бас бармақпен. Бірінші топты бас бармақпен бағалайықшы. Бірінші топты бағалаймыз бас бармақпен. Өте жақсы. Түсіреміз. Екінші топты бағалаймыз. Не болды? Қате болды. Ал енді не істейміз? Саусақтарын төмен түсірсеңіз. Я, болды ғой. Аяқ тұрмыз ау деймін, я, былай көрсетіп тұрмыз, негізі қандай болып кетті біздікі? Сәл біз Нұрзаманға сәл поддержка дейміз бе, не дейміз, көмек беріп, сәл көтермеледік, я. Жарай, өте жақсы достарыңа көмек беріп басыңдар, я, достарыңа өте тамаша, жақсы түсіре қойыңдар. Так, келесі топ. Үшінші топ. Мен өзімде бағалап тұрмын. Өте жақсы, түсіріңдер. Төртінші топ. Төртінші топ. Абдуғаппарды тағы да біз көтермелеп жібердіңдер, я? Жақсы, достарым қимай атыр жаман бағаға. Өте тамаша, жақсы, я? Түсіре қойыңдар, өте керемет, тамаша. Бағаламызға. Әді, бағаламызға. Ал енді кері санайық. Дайынсың ба? Бірінші топ мына жерде бірінші белгілері бар, осыны орында оқимыз, одан кейін аяқ орындаймыз. Бәріміз бірге отырып орындаймыз. Бірінші белгіні оқығанда бірінші барлығын біргеміз, оқимыз, содан кейін барып орындаймыз. Барлығын бірге жиналамыз, ақылдасамыз, жақындаймыз.
бағалаймыз деп. Олай болса, мұқият қалай отырсаңыз, балалар? Кәм. Нұрболат. Сөйлеп отырамыз. Ал енді бірінші топ сөйлейді, мұқият бағалау үшін қатесіне мән береміз. Сөйлеп беріңіз, бірінші берген. Қаттырып сөйлейді. 209 санында неше жүздік, неше ондық, неше бірлік бар? Жақсы, сөйле. 209 санында 2 жүздік, 4 ондық, 3 бірлік бар. Жақсы. Келесі топ. Қаттырып оқы, естіме. Ата, екеуміздің бірінші сыныптарында 100 ұл және 200 қыз бар. Бірінші сыныптарда барлығы неше оқушы бар? Ал енді, ал есебің. Ұл 100, қыз 200, шешеуі 100, қосу 200, 300. Жауабы барлығы бірінші сыныптарда 300 оқушы бар. Қарап отырыңдар, балдар мұқият бағалайсыңдар қазір. Так, келесі топ. Ондықтардың көмегімен 100 санының моделін құрастыр. 10 ондықтарды біріктірсек, 100-дік шығады. Сандардың моделін геометриялық фигуралармен құрастыруға болады. Жақсы, осы жердегі геометриялық фигуралар қайсы фигураға ұқсап тұр сенікі? 4. Өте тамаша, иә? 4. Ал енді 10 ондығыңды біріктіргенде не шықты? Қандай сан шықты? 10 ондық тең 100-дік. Өте тамаша, жақсы. Раяна, сөйлей ғой. Жазуларға қарап толық жүздіктерді қалай қосуға және азайтуға болатынын түсіндір. 2 мен 1-дің қосындысы 3-ке тең, 3 пен 1-дің айырмасы 2-ке тең, 20 мен 10-ның қосындысы 30-ға тең, 30 пен 10-ның айырмасы 20-ға тең, 200 пен 100-дің қосындысы 300-ге тең, 300 пен 100-дің айырмасы 200-ге тең. Мұнда біз бірліктерді қостық, бірліктерге азайттық. Екіншісі, ондықтарды қостық және азайттық. Жүздіктерді жүздіктерге қостық және азайттық. Керек бұл. Жақсы, осы тұрған күйінде бірінші топты бағалап кетейік. Так. Немен бағалаймыз, балдар? Басқармақтан бағалап көрейік шыққан. Дұрыс па? Так, 200-дік, 4 ондық, 3 бірлік. Өте жақсы. Мен бұлай көтеріп тұрмын. Жақсы, өте тамаша. Келесі, екінші топты бағалаймыз. Екінші топ, ол 100, қыз 200, так, барлық 300, есебі дұрыс екен. Қалай бағалайсыңдар? Екінші топ. Өте жақсы. Сүріңдер. Үшінші топтыкі санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ондығымыз 300 екен. Дұрыс па? Кәп бағалап көрейік. Өте жақсы. Келесі. 2 мен 3, 2, 30, 20, 300, 200 жақсы. Дұрыс па, балдар? Төртінші топты бағалап кетейік. Жақсы, өте жақсы. Жұмыстарыңды бересің. Енді орнымызға отыра қояйық. Мына жерде суреттерді көріп тұрсыңдар. Ненің суреті тұр? Менің әр табанымды басқан кезде мен жүздіктерді санаймын. Толық жүздіктерді 1000-ға дейін тура санаймын, әрі кері санаймын. Мен тек қана басын көрсетіп берем, ары қарай өздерің аяқтайсыңдар. Әр топтан 2 оқушы шығарамын. Ал енді дайындалыңдар. Мен бастайып, ары қарай кері өздерің көрсетіңдер. 100, 200, 300, ары қарай өздерің жалғастырасыңдар. Так, мына тұраймыз. Айхан, баста. Тура санаймыз. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Келin, tamam, otur ғой. Енді сен кері сана. 1000. 900, 300, 400. Асықпа, тағы көрейік. 1000-нан кері қарай, артқа қарай санаймыз. Кеттік. Баста, асықпа. 900, 800, 700,
Жақсы. Енді қатыспағанда. Бір рет шыққанда шықмайды. Кел, Айзере келе ғой, қатыспағанда. Кім қатыспайды? Нұрболат келе ғой. Көрсін, иә? Так, сен тура санай ғой, сен кер санай ғой. Ал бастаймыз. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Тамаша. Кер сана. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Жақсы. Келесі топтан бар ма? Шық, кім шықпады? Шықпағанда кел. Қаласпаймыз, кейін сабақта тағы жалғастырамыз. Ал кел, баста. Тура. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 1000. Кел. 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Өте тамаша. Жақсы. Бағдаршаммен бағалаймыз. Бірінші топтың оқушылары. Керемет, тамаша. Екінші топтың кім? Қатеміз бар ма? Жоқ дейді. Өте тамаша. Үшінші топ. Бір шатасқан сияқты едік қой. Бірінші топтан шатастық. Көмек, шайық, жоғары бағаламаймыз. Келесі. Үшінші топты бағалап кетейік. Үшінші топ. Кім көтірсен үшінші топ. Кім шықты бізде? Нұрболат пенен. Айзере. Жақсы, түсінді. Келесі топтан. Қате болды ма? Өте тамаша, жақсы түсінді. Балдар, олай болса, бейтеміз. Енді үйге тапсырма оқулықтан белгілеп аламыз. 5-ші мысал 81 бет. Енді бейтеміз. Алдымызда стикер жатыр. Бір стикерді алып, бүгінгі сабақтан саған қайсы ойын ұнады? Сабақ ұнады ма? Өз ойыңды жаз. Бір-біріне жерде. Ойыңды жаза бар жақсара бер. Ойыңды жаза жақсара бер. Жақсы. Жапсырыңыздар. Жіберейік. Саламатсыздар ма? Балдарды отырып тыңдасын. Балдар жылдамдатамыз тез.